Жігіттер мынаны жей аламыз ба біз? Жейміз қопайды я. Ершот! Ершот! Мынаны қарасаңдар сендер жігіттер чотан ба? В общем, мынандай сочный соска краптарды. Сыртын ашмайсың ба? Сыртын В общем, жігіттер, қыздар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Айшуақ. Бүгінгі біздің влогымызға қош келдіңдер. Бізде влог көптен бері шықпады. В общем, бүгін түсініп тұрсыңдар примерно не істейтінімізді. Қазір Ершатты күтіп тұрмын. Бүгін біз Құдай қаласа Балқашқа жол тартып баратырмыз. 15 ютубер болып бәріміз достар. И еще бәрі влог түсіріп отқан шығар достар. Ютубтан көретін шығарсыңдар. Міне, Ершат шықты. Қазір енді Ершатмен бірінші сабаққа барып тастаймын. И потом сабақтан шығып Рамазанды алып кетемін. И дальше бәріміз бірге Балқашқа осы 3 адам болып шығатын боламыз. Балдарым бәрі біз Балқашта күтіп отыр. Біз ең соңынан кетіп барадық. Ас болсын. Қайға шықтық? Сабаққа бірінші кеттік. В общем, достар, біз деген келдік. Осы Ершат, Рома үшеуміз қазір шығатын боламыз. Машинаға полный бензин құйып. Бізде Досик. Рома өзінің машинасын Досикке тапсырып кетіп барады. Ал біз жолға кеттік. Қазір енді сәл бір тамақ па бірден ішіп аламыз жолдан. Сонымен кеттік қой. Приозерскқа неше сағат? 5 сағат енді 500 км, бірақ 3,5 сағаттан нормально жетеді. Болды ғой, 3 сағатта сызып өтеміз ғой, короче. В общем, жігіттер, қыздар, біз деген жолға шықпастан қалдым. Донер ұрайын деп отырық. Артта Рома отыр. Нас болсын жігіттер. Жоқ, қайқын 9-а. Или сол кездерде жетеміз ғой. Көреміз, в общем, примерно түнге таман жетеміз ғой. Ал достар, біз деген шықтық уже Приозерскқа қарай. Біз деген трассада кетіп барадық қазір. Тугис бойынша бір 6 сағат деп көрсетіп тұр енді. Көреміз қазір. Сағат біз деген 4-тен, почти 5-те шықтық. Қазір қаншада жеткенімізді көреміз. Асықпай жай едеміз ғой достар. Қанаңғы кеш батқан кезде. В общем, кеттік, ал жол болсын. В общем, достар, бізде 300 километр жол қалды. Біз тоқтадық бір жерге. Ершат бауырымыз туалетке кірем дейді. Кетіп барадыр. В общем, аз қалды. Бұйырса бір 2 сағаттың ішінде жетеміз ғой. Дауыс естіліп тұрма, бір 2 сағатта жетіп қаламыз. Осындай витпен ғой, в общем, достар. Петличкамды үйден ұмытып кеттім ше. Ренжімеңдерші. В общем, бізде достар рульға Романың өзі отырды. Мында Ершат ауыс кетіп барадық. Мен артқа отырып болып естіп. Қазір енді кеттік. В общем, біз деген келдік мына жақта. Жел деген мына жақтан, бізде бомбыж ма дей. Біз деген келдік, дауысым естілмейді достар. Мына жақ жел. Үйге керек, мына жақта бізде осындай состав. İşte адамдар, опа, мына күтіп алып отыр. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Обзоры көрсетейін ба сразу? Мына жақта бізде де мен осы видео превьюін істейтін адам отыр ғой мына жақта. Ассалаумағалейкум. Ал жігіттер, қыздар, біз деген мына жақта тамақ ішуге келдік. Шашлыктандырып отырмыз бәріміз. Тема кетіп отыр. Ана жақта екінші состав. В общем, әдемі кетіп отыр ғой. Мынау бізде Приозерск қаласындағы бір осындай кафешка екен. Кішкентай қала екен, негізі Приозерск деген ше. Айтпақшы достар, бізді осылай басымызды қосқан бізде A-Markets компаниясы достар. A-Markets'in сілтемесін описание қалдырып кетем. Осы ютуберлер, блогерлер бәріміз басымызды жинап, осындай отырысты бізге ұйымдастырып берді және осы қызықты видеолардың шығуына себепкер болды достар. Сілтеме описаниеда барлықтарын кіріп A-Markets'тен бірге ақша табыңдар. Бізде очень достар, мынау дауысым тағы естілмейтін шығар. Приозерск'тің бізде центр екен, Арбат сондай нәрсе екен. Приозерск'тан подписчиктер бар ма достар? Комментарий жазып кетіңдерші. Мынау бізде Әділдің машинасы, мынау Арман, Арек. Приозерск ұнап отыр ма? Күшті, зор қала екен. Тема ғой, тема. Ұнап отыр ма Приозерск? Жақпайды ма? Саған қалай ұнап отыр ма? Зор ғой, зор. Маған да ұнап отыр. Мынандай домдар жана десек күшті. Мына жерде бізде очень достар токийский дрифт бойын деп отыр. Көреміз қазір кім жеңетінін. 1-6 және де 2. Сен 2-2 дедің ғой? 2-2. 2-2 деген жоқ қой барда. Білмеймін ғой 2-2 дедің. 2-2. Давай, дайынсың ба? Иә. Дайынсың ба? Кетті ана.
қалай қалып кетті? В общем, бізде тағы да гонка кетіп отыр мына жақта. Қиячорыстың қақ ортасында. Қазір кеттік ал. Мына жақтан түсірейін мен сендерге мына кадрдан көрсетейін. Асик алып қойды. Бізде мына жақта водительдер ауысып жатыр. Ершат бізде акцентке отырып алды. Мына жақта Асик отырды мына Самат аға. Кеттік ау. Мына жақта Асик отыр, мына жақта Ершат отыр. Әні? Ал бізде балыққа, қармаққа шолу. Кәні, Арман Ареге. Мен балыққа бірінші рет келіп тұрмесілші. Кәдімгі ауылдың есі шықты мына жақтан ше. Ауылдың прям достар. Ауылдың есі болады ғой, сондай есі шықты мына жақтан. Бізде қармағымыз осылай тұр екен. Ал мынау бізде балқаш достар, балқаш. Мына жаққа терең ба? Мына жақта бізде алғашқы балық түсті ма, түспеді ма? Да, фига бала болып осы бір балыққа келдік. Түсіп па? Болмады ма не? Болмайтын болды ма не? Жігіттер? В общем, мынандай сочный соска краптарды қазір жейміз. Крап па не мынау? Рак. Да, көш ал. КСКО-дағы емес. Сыртын ашмайсың ба? Мынаны қарасаңдар сендер жігіттер чотан ба? Лайнан жаяулатып барамыз ғой. Мына жер бәрі су. Потолок ба? Мына толқындарды қараңдар. Мына маған келеді. Аяғым су болып кез. Бізде достар таңғы сағат 6 болып қалды. Бірақ қармағымыз әлі де тұр. Вот, осыдан мысалы балық қапса, сразу қасында шығады. И біз пультқа барады. Бірақ пока что бізде әлі балық жоқ. Күтеміз. Ертең бұйырса болып қалады деп ойлаймыз енді. Сырам, жіктер. Балық. Не жатсың ол? Балық, тұр. Жарты далада жүрез. Ершат! Бүгін бізде балық түспейді сияқты. Мынау толқындар жосқи болып тұр. Біз Ершат екеуміз Центральный деген жерге келдік. Осы жердің центрі. Супермаркет бәрі бар екен. Қазір маған аптека іздеп жүр. Мен грипп болып жатырмын мен, в общем. Маған дәрі ішу керек. Болмайды ата. Біз достар, в общем, мұнда бүкіл аппаратураны дайындап жатырық. Дрондар ма, мұнан барлығын. Полностью. Сендерге тағы да бір видео түсіруге достар. Құр жатпай, тағы да тығылыспақ болатын болады ютуберлермен. Осы видеодан соң сол тығылыспақ бұйырса шығады. Ал бізде мына бетте осы бөлменің виді. Валя достар, осындай. Қазір бізде ютуберлермен тығылыспақ, полный түсіреміз, дайындалып отық, жай. Бізде, көп адам. В общем, достар, біздеген прятки видеосын түсіріп бітірдік тығылыспақта. Қазір енді тамақ ішеміз. Жауарадық үйші. Үшіп қалды, я, Дуга? Жауарадың ба, Дуга? В общем, күн суық. Біз қазір үйге кіреміз. Аспасын жігіттер. Бір видео түсірейін деп отырық. Бека бар, Ершат бар, Рома отыр. Не істейміз қазір біз? Қандай рамен? Осы рамен бізге жегіз қылайын деп отыр ғой. Жей аласың ба сен? Мен енді сәл-пәл білесіңдер, мен жеп тұрамын, ютубта сенші. Ертесің көтерміз ғой. Ашайды ғой? Аз жіберттім ба? Жіктер, мынан жей аламыз ба біз? Жейміз ғой па идея? Жеу керек біз негізі? Жейміз ғой? В общем, достар, примерно түсінген шығарсыңдар не ойнайын деп отқанымызды. Анамен ұрады, не бөлмеде тығыламыз ғой бәріміз.
Біз достар, общем, жолға шығайын деп жатыр. Мына жақтан машиналардың бәрін дайындап отырық жолға шығуға. Қазір біз Алматыға қарай аттанатын боламыз. Мен деген жестко ауырыватырмын достар. Мен уже болмай жатыр что-то. Білмеймін, Алматыға барып емделем ба. Мен суық тигенде зато құлағыма өтіп кетіп, құлағым дызылдап әйтеуір быт-шыт ауырып жатырмын мен ше. Көреміз енді, бұйырса Алматыға аман есен жетіп алсақ, сразу барып емделу керек болып тұрады. Болмай жатыр жігіттер. Бізде мында полный балыққа арналған заттардың бәрін жинап жатырық енді. Дым түспей қалды. Балқаш. Біз просто өзімізді не то жерге тұрып болдық достар. Бәрін реттестіріп отырық қой. Кетіп барадырық. Отанымызға қайтып жатырық бәріміз. Полностью талайласып, кажется, заправкаға кіріп, бензин құйып, в общем, шығып барадырық қой. Кеше түнде бір машина шығып кетті. Асиктар кетіп қалды кеше түнде. Қазір қалған 3 машина бұйырса трассаға кетіп барадық. Біз Алматыға, бір машина Шымкент, бір машина Астанаға кетеді. Сен неге орыс болмадың сонда сен? Сіз неге орыс болмадың сонда? Біз негізі достар мына жаққа балық аулау үшін келдік қой, өздерің көрдіңдер. Бірақ ешқандай балық ұстай алмадық. И сол үшін жарайтып трассаға шығып қайтып баратыр ек. И жолда осындай бар екен, в общем. Ол жаққа қазір тоқтап, тағы бір көрейін деп жатыр екен достар. Бір-екі сағат бірдеңе түсетін шығар деп ше. Жаурадың ба? В общем, осындай жерге келіп көрейін деп жатыр. Негізі тып-тыныш кетіп баратқан адам едік қой. Ау, не бұл? Қармақ па? Нарвалдың. В общем, біз әлі жүрк. Кет алмай жатыр. Достар біз шықтық. Ал шықтық ал. Ершат аман есен жеткіз сал. Бізде пересменка. Ершат артқа отырды. За рулем Рома кетті әлі. Кетіп барадық. Так достар, біз деген Алматыға жеттік. Түнгі сағат 9 болды бізде. Балдардың бәрін үйлеріне тасып, өзіміз қазір тамақ ішіп келе жатырық. Ершат екеуміз түрі әбіржіп кеткен, түрге мән бермей қойыңдар достар. Шаршадық жостқа. Еще ауырып жүрмін соңғы 2 күн бойы. В общем, жеттік Алматыға. Бұйырса балдармен тағы да жиналатын шығармыз басқа қалада. Оның жағын көреміз енді достар. Осындай кішігірім влог болды. Біздің Балқашқа барып қайтып. Балқаш болғанда Приозерск қаласына барған поездкамызды түсірдік. Ұнатты деген ойдамын достар. Давайте.